саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін пицца дайындаймыз. Пиццаға колбаса, сыр, пияз, помидор және шампиньоны дайындадық. Қамыр, дрожжида жасалған қамыр, ол кешегі бәліштен қалған қамырым. Соны мен пицца жасауға шештім. Және майонез бен кетчупты дайындап қойдық. Қамырыма жайып, кетчуп пен майонезді жақтым да оны қойып қойдым. Енді сковородкамызды қыздырып, май құйып, пиязды қуырып аламыз. Пиязды жақсылап қуырып алғаннан кейін біз шампиньоны саламыз. Үстінен шампиньоны салып қуырамыз. Шампиньон пока дайын болғанша дейін. Бір 5 минуттай қуырамыз. Басында қуырып бастағанда тұз бұрыш салмаймыз, өйткені қатты суы шығып кетеді. Дайын болған кезде, сол кезде тұзын бұрышын салып қоямыз. Дәмі шықсын деп. Шампиньонды қуырып алғаннан кейін оны қойып қоямыз. Салқындалсын кішкене. Оған дейін біз колбаса, помидоры, сырды бәрін турап қоямыз. Міне біздің шампиньон дайын болды. Енді тестамызда қамырымыз дайын. Оның үстіне біз жаңағы шампиньонымызды саламыз. Әр жеріне түгел реттеп саламыз. Қамырымызды түгел толтырамыз. Бәр жеріне жететіндей. Сосын үстінен колбаса саламыз. Колбаса менікі вареный, пісірілген колбаса. Оны тоже түгел жеріне саламыз. Бар жеріне. Ең үстіне біз помидор саламыз. Помидорды жұқалап турадым. Соларды бәрін помидор түгел жеріне саламыз. Менде духовкамыз дайын тұрып, қысып духовканы 180 градусқа қойып қойдым. Бәрін салып болғаннан кейін біз духовкамызға саламыз, қызып тұрған духовкамызға. 180 градусқа қойдым мінеки. Екі жағы да қыздырады, үсті асты. Пиццам 10 минут пісті, 10 минутте пиццамыз дайын болды. Ас болсын, каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар, қолдаңыздар каналды, қазақша каналды. Бәріңізге ас болсын.